Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен көпшіліктің сүйіп жейтін банафи пай пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалуы өте оңай, дәмі тіл үйретін пирогты міндетті түрде жасап көріңіз деп кеңес беремін. Арнамнан алыстамай, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнға разрыхительді салып араластырамыз, және де үстіне салқын сармайды саламыз. Қолымызбен жақсылап үгітіп, песочный тесто дайындайтын боламыз. Қамырымыз дәл осы видеода көрсетілгендей болу керек. Енді осының үстіне аздап қантымызды саламыз, және тағы да жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне бір жұмыртқаны салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Пирогтың құрамына қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Пирогымыздың қамыры дайын болды. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Енді столымыздың үстіне аздап ұн сеуіп, осы қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз жұқалап. Осы кезде духовкамызды 180 градусқа верх-низ режимін қосамыз. Менде 24 диаметрлік осындай форма болады. Осы формамызбен қамырымыздың астын кесіп алатын боламыз. Және кесілген қамырымызды формамызға салып орналастырамыз. Қалған қамырдан шетінен пышақпен кесіп, бортиктер жасауға дайындаймыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңызды сұраймын. Песочный тесто піскеннен кейін қатты қалыңдасып кетеді, сондықтан мен жұқалап жайғанды жақсы көремін. Артылған қамырдан печеньелер жасап жіберсек болады. Енді вилкамен тесіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремін дайындайтын боламыз. Бізге сливки міндетті түрде салқын және қоюлығы 33% болу керек. Творожный сыр пайдаланамыз және аздап қант қосатын боламыз. Ең алдымен творожный сыр мен қант бірігіп араласқанға дейін миксердің орташа жылдамдығында миксерлейтін боламыз. Массамыз осындай қалыпқа жеткен кезде үстіне салқын сливкимізді құйып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында өзінің формасын жақсы ұстайтын крем болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болған кремді кондитерлік қалташаға барлығын салып аламыз. Мен кондитерлік қалташаға насадка кигізген жоқпын. Егер қаласаңыз, өзіңізге ұнаған насадканы пайдалансаңыз болады. Пирогымыздың салмасына бізге 2 орташа көлемдегі банан қажет болады, және сапасы жақсы вареная сгущенка керек. Бананымызды видеода көрсетілгендей ұсақтап кесіп аламыз. Пісіп шыққан основамызды, яғни тестамызды формасынан босатып, жақсылап суытып болғаннан кейін ғана начинкасын салатын боламыз. 2 ас қасық вареная сгущенканы салып, бір келкі етіп, барлығын жағып шығамыз. Оның үстіне банандарымызды, кесілген банандарымызды орналастырамыз. Кондитерлік қалташаның ұшын сәл ғана қайшымен қиып алып, пирогымызға видеода көрсетілгендей кремімізді жағып шығатын боламыз. Осымен біздің жылдам дайындалатын пирогымыз дайын. Кремі сіңуі үшін холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоятын боламыз. Қаласаңыз, какао ұнтағымен әсемдеп ұсынсаңыз болады. Рецепт ұнаса міндетті түрде жасап көріңіз, өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенемін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Ұлданай. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыз.